Қазір мына 14-тің бағасын көрейік. 2010 жылға 14, 167 мың рубль. Достар, 572-ге көбейтіп жүрсеңіздер 167 мыңды. 2013 жылға 497 мың. Renault Duster 2013 жылға 697 мың рубль. Жалпы бағаларды көріп шақ. 14 бар екен. Жылы жылын көреміз сіздерге. Жылы 2013 жылға 178 мың рубль дейді. Семерктер. Бұл автоград салоны, Оренбургтағы автоград салоны. Менің ойымша, бұл қымбат салон сияқты. Бұл жерден автокөлік алуға сынбаймын өзім. 2007 жылға 190 мың рубль. 190 мың ба, дұрыс көрінбей қалды. 102 мың рубль. 102 мың рубль. Калинаны көрейік. Калина 2012 жылға 237 мың рубль. 2012 жылға. Лада Калина 2016 жылға 387 мың рубль. Renault Duster автокөлігі 699 мың рубль 2014 жылға. Мына жерде бағалар ұшып тұр. Skoda Rapid 559 мың рубль 2015 жылға. Ақ түсті қалпақпен простой диска. Ресейлік нөмірдегі. Geely автокөлігі көрейікші. Geely автокөлігі 327 мың рубль 2015 жылға. Не крашено, не битый дейді. Но Chevrolet Lacetti 2012 жылғы дейді. Chevrolet Lacetti 2012 жылғы 397 мың рубль. 397 мың рубльді 572-ге көбейтесіздер. Мынау Chevrolet автокөлігі 1 миллион 270 мың дейді. 2013 жылға. Ниваны көрсетейін. Бұл тез шолу болады енді. Нива автокөлігі 2014 жылға 367 мың рубль. 2014 жылға гур музыка бәрі бар дейді. Қолым тоңып барадыр. жылға ЗАЗ 187 мың рубль. 187 мың рубль. Skoda бағасы жазылмаған. BMW автокөлігі 2010 жылға 3 объем 1 миллион 130 мың рубль. Без вложения, идеальное состояние деп жазып қойыпты. Приораны көрейікші. Хеджбек Приора. Қыз жібек Приорамыз. Лада Приора 2011 жылға 245 мың рубль дейді. Не деген қымбатшылық. Құрметті достар, Ресейде автокөлік бағасы қымбаттап жатыр. Қазақстанда автокөлік бағасы қымбаттауы мүмкін. Биылдан бастап 2013 жылға бездетуға Prestige 575 мың рубль. Қазір мына жерде 14-тің бағасын көргім келіп тұр. 14-тің бағасын көрейін. 14 2004 14 бағасы 120 мың. 120 мың деген сөзің 600 мың теңге деген сияқты. Гранта 219 мың дейді. 2014 жылға. Opel Astra 2011 жылға 399 мың. Седан, қызыл цвет, 1.6 объем, Экотек мотор,
кредит, обмен бәрі бар дейді. Міне автократ салоны осы. Кішігірім шолу болды. Біздің баға каналына тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біз жүрген жерімізде автокөліктердің мал базар және де қандай бағалар бар, сол бағаларды сіздермен таныстырып отырамыз.